Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз смартфонның ішіне кіретін боламыз. Мыңдаған адам күн сайын қолданатын бұл құрылғы қалай жұмыс істейді, соны көретін боламыз. Процессор ми десек те болады. Бұл смартфонның нағыз миы. Процессор барлық есептеулерді жүргізетін болады. Қазіргі заманғы телефондарда 8 ядырлы процессорге үшін болады. Бұл ойындар мен ауыр бағдарламаларды жылдам іске қосуға мүмкіндік береді. Экран сіздің көз алдыңыздағы әлем. Ол пикселдерден тұрады. AMOLED экрандар түсті қанық етіп көрсетсе, IPS экрандар табиғи түстерді береді. Камера дегеніміз линзалар мен матрица. Жарық түсіп суретке айналады. 50 мегапиксель дегеннің бәрі 50 мегапиксель емес. Сапасына әрқашан әсер ете бермейді. Маңыздысы оптика мен бағдарламалық құрал. Аккумулятор энергия көзі. Литий-ионды батареялар зарядты ұзақ ұстайды, бірақ уақыт өте келе олар тозады. Сондықтан телефонды дұрыс зарядтау маңызды. Память жайлы айтатын болсақ, телефонда екі жад түрі бар. Оперативті жад RAM деген болады, және тұрақты жад ROM. Оперативті жад қосымшалардың жылдам жұмысына жауап берсе, тұрақты жад фотосуреттеріңіз бен әуендеріңізді сақтайды. Енді сіз смартфонның құрылғысын білесіз. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыз. Келесі видеода iPhone құрылғысын таңдайтын боламыз. Егер уақыт мүмкіндік болып жатса, сізге видео ұнап жатса, пікір қалдырыңыздар. Баршаңызға сау саламатты болыңыздар.